санаймын білім беру бейшін баспалдағы қадамдатын. Ахмет Ыбырайдың іздігімін, еңбек сөз студент өздігімін. Бойыма қиған тәлім тәрбие, тағы бойымнан көрінер ізгілігім. Мен Ектімбай Нарғыз Шартқызы, Қарағанды облыста ала жарыстарының мекені Ақтоғай ауданында дүниеге келдім. Қазіргі таңда Қарағанды жоғары гуманитарлық колледжінің бастауыш білім беру бөлімі 3-ші курс студентімін. Менің ойымша, кез келген мұғалім ұстаз бола алмайды. Себебі, ұстаздық өнер тағылымы терең өнер. Ал өнерлі болу кез келген адамға қона бермейді. Олай болса, шын ұстаз болу үшін табиғи дарын, ізгілікті ізденіс пен ерен еңбектің ұштастырылуы шарт. Шәкіртсіз ұстаз тыл деген тегін айтылмаса керек. Дүниедегі сыйлы адам да ұстаз. Себебі шәкірт өнер, білім, әдеп, тәрбие, кәсіп үйреткен адамының алдында өзін өмір бойы қарыздарым деп санайтыны анық. Шын ұстаз болуды балалық шағынан армандайды. Қиындығы мен қызығы бірге жүретін осынау мамандықтың шынайы иесі болу үшін көп қиындықтардан өтеді. Қиын дейтінім, әр сабағына жеке дайындалып, балаларға білім беріп қана қоймай, тәлім тәрбие беру, өмірге икемдеу, адалдыққа баулу, адамгершілік қасиеттерді бойына дарыту оңай шаруа емес.